Assalamualaikum. Aleyküm selam. Қалдарыңыз қалай? Yaxshi, shukr, amon-eson. O'zingiz qaysizlar? Жақсы, Аллаға шүкір. Ko'rinib turmi sizga? Көрініп тұр. Lamni bitdik. Biz vav degan harfga keldik, akashi. Вау, е. Tak, vav degan harf. U Вау, degan ya. у, U. Uga 3 dibs to'g'risamiz ketdik. уа, уи, у, у, р. Burada u. Ой, у. U. Ketdik. Лау, Birinchi harf. ла, Birinchi harf. а, ау, рау, зау. Z emas. Ойда, н, нау, лау, Birinchi harf qanday? O'tayotgan harfingiz o. өтіп, мен сол көзім үйренбей тұр ғой, е. Уа, уара, уарам, уа, та, уақтар, уатар, уа, уама, уаман, уа, ла, уалан, Kelesi. уа, ла, уалам, Kelesi. уала, уа, ка, уакам, Now. ау, лу, аулу, Kelesi. ра, рау, му, рауму, я, яу, яуму, кау, кауну, ва, вайлу, ва, вазну, кау, ка, ю. Burun aslında. Кау, ка, бу. Мау, ки, бу. Ау, ла, ма, Lam. лам, ту, тум. Ау, та, ау, тар, тум. Жақсы. Kelesi harf bizde H degan harf. Бұл тамақта жалпы әріптер тамақтан басталады да ауысқуысы ерінмен бітеді әріптердің шығу жерлері.
Мынау әріп хә деген. Негізінде тамақтың ең төменгі жағымен шығады. Бірақ бізде ол іштен желді еркін шығарған болып сезіледі. Хә, хә. Тамақ қуысына ешқандай кедергісіз хә шығады. Бұл 4 түрлі жазылады. Бірінші формасы мынандай. Екінші формасы мынандай. Үшінші формасы мынандай. Төртінші формасы жай ғана домалақ мынандай. 4 түрлі жазылады. Оқимыз. Хә, Хи, хи, ху, ха. хі. Хан. Нүкте астында. Астында тұр екен. Хаб. Хәббі. Хаб. Хам. Хал. Хура. Р деген әріп жоқ. Ху, мынау екінші әріп. Анау мәмі. Жоқ, жаңа өткен осыдан алдыңғы әріп. У. Ху. Ху. Қандай әріп дедіңіз? Ху. Хуа ма? Хуа. Хуа. Хи. Хия ма? Хия. Ху. Хум. Захру. Захру. Ахам. Ваха. Вахаб. Қараңыз, Б үстінде сүкун келген кезде ерекше оқылады. Вәхәббі, хәббі, хәббі, хәб емес. Сондай Б-ға ұқсас 5 әріп бар, алдыда келеді қазірге. Біріншісі бізде өтіп жатқан Б1. Бұлар сүкунмен келген кезде басқа әріптер секілді глушить етіп, дауысы жоғалып кетпейді. Керісінше бұдан эха секілді соңынан дыбыс шығады. Хәбі. Хаббі. Мысалы, М-да олай оқылмайды. Хәм, хәл. Бұларда ондай эха секілді соңынан не дыбыс шықпау керек. Бүкіл әріпте солай. Тек қана 5 әріп қана бар. Сол 5 әріп артынан дыбыс деген дыбыс шығады. Хәбі. Ол қай кезде? Сүкунмен келген кезде. Вәхәбі. Көрдіңіз ба? Вәхәб деп не емес? Ұстап қалмаймыз. Керісінше ерінді ашамыз. Вәхәбі. Вәхәбі. Түсінікті, міне, мына жерде де келген. Ләхәбі. Вахум. Лахум. Ана астында бар екен ғой, бихим. Мұның астында. Минху. Мин. Хум.
Minhum. Dürüst. Li, Birinci harf. la, li, Birinci harf. alif qo'y. Ya, aliftin aslında sızıkça olsa kalay okuladı. I, illa, ilahi, İlay. ilahi. Illa, No, ikon birge okuymiz. No, ikon. Bölmeymiz. i, lay, him, Dürüst. la, Birinci harf. la da qo'yma. Am, hi, ana ikki birga o'qiladi. Am, hil, hum. Жақсы. Келесі фә деген әріп. Fa, Фә. Ya, шеңешке фә нүктесі бар. Енді қараңыз, бір нүктесі үстінде бір нүктелі болған бізде қандай әріп бар еді? не бар? N бар, N. Мына, ол жай ғана сызықтың үстінде бір нүкте, иә? Енді мынау бір нүкте, мынау бас жағы домалақ болған болса, бір нүкте. Иә? Оның бірінші бас жағы домалақ келеді. Мынау негізінде вауға ұқсайды, иә? Бірақ бұлай кеткен. Ваудікі дәл домалақ, нүктесі бірақ төмен қарайды. Сөз басында, сөз ортасында, міне бұлай жазылғандар. Бұлай сопақша домалақтың үстінде бір нүкте болса, ф болады. Оқимыз. Fa, fi, fu, f. Fam, fan, kaf, Dürüst, kaf. kal, Birinci harf. falla, falaku. Kelesi. Ka, fu, nu. Kafunu mu? F'ның üstünde қандай сызық тұр, иә? Ka, fa, nu. Келесі. Na, fa, ru. Fa, мұны әріп, андағы әріп, сол екінші әріп қандай әріп, сол түсінбей тұрмын да. Бүгінгі осы әріппен бастадық бүгінгі сабағымызды. Қай әріппен бастадық ең бірінші? И Емес. Қандай әріппен бастадық? Мынау төртінші әріпіміз, иә? бұл өттік. Жоқ, бүгін өткен, қазір өтіп отқанымыз қазір. Қандай сабақ, қандай әріптер өттік? Фа, ха, Не, ха өттік. ха, одан кейін. Мынау әріп, иә? Вау. Үшінші әріпіміз екен ғой, иә? Бірінші, екінші, үшінші әріп өтіп жатырмыз. Фау, ру, фауру. Фау, зу, фаузу. Фау, Екінші әріп. ха, фауха. Ф'дан кейін қандай әріп тұр?
Sukun türev fau Yo'q, harf qanday? ha H bo'ladi. Fah. fah Mhm. fahmu Mhm. aslında fik fikru bola mı? Mhm. Fikru. Zi zif zif zifru Mhm. ki kifu F'ның üstünde sukun tur. kif lu Lu. Mhm. fu ful Mhm. lu ful ful flu bola mı? Asbay o'qingiz. Ne ekan o'qingiz birinchi? Flu Ekan o'qisang shuni ol. Ne ekan qo'ysangiz. ful Full jinshga bo'ladi. ful Full emas, full. ful Mhm. ful Ne ekan jika o'qiysiz, bo'lib qo'spaymiz. ful fu lu Lu. lu Mhm. na Mhm. nah Bugungi birinchi harfimiz. birinchi harf что-то qaytadan unutib qolasың na Wow degan harf. wow nu bola mı? Nu Na'ның üstünde. now ekan o now Mhm. Jika. faru mı? Mhm. Faru. Kelesi. Nar Qanday harf? naf Now. now falu Mhm. kaf fa fahi fahima mı? Mhm. Ya Terus. yaf hamu Mhm. lif Birinchi harf. yaf I. if ta nama Mhm. ya fa Qo'shamiz. yafa F'ning üstünde sukun. F'ning üstünde Yaf. sukun. Mhm. yaf tati nu yaf Birinchi harf. i
Мгм. If ортасында анау if Екі нүкте. Мгм. ифтакара ма? Ифтакара. Мгм. Келесі. Я яф яф та ки ру. Жақсы. Так, тағы бір қайталап жүрейік. Бізде фә деген әріп өттік. Фә деген. Фа. Мгм. Үстіне бір нүкте бар сосын хә. Жіңішке хә. Ха. Ха. Сосын вау. У деген әріп. Вау. У. деген әріп иә, 9-ға ұқсайды, қазақша. Ага. Ләм. Крючок секілді. Ләм. Л деген әріп. Мгм. Мгм. Тіке ұзын сызық болады. Кәф. К деген. Каф. Былай да жазылады. Иә. Мгм. Бә. Бір нүкте астында. Бә. Бір нүкте. Яй. Екі нүкте астында. Яй. И. Нун. Н. Бір нүкте Нун. үстінде. Сызықтың. Мгм. Тә. Екі нүкте Та. үстінде. Мгм. Мим. М. Мим. Өз жағасы осындай. Зәй. З. Зай. Формасы өзгермейтін онда, иә. Мгм. Ро. Ро. Р. Және алиф. А, И, У. Алиф. Мгм. Енді қараңыз, төртінші әріпті қазір өтейік. Мгм. Төртінші әріп, бүгінгі күнге өтетін төртінші әріпіміз ол жуан әріп. Иә, бізде енді жуан әріптер басталады. Біраз жуан әріптер бар. Сол жуан әріптерді, енді араб тілінде жіңішке деген әріп бар, жуан әріптері бар. Жіңішке әріптер оқылған кезде осыған дейін қалай оқыдық? Дәл солай. Үстінде сызықша болса, ә қосылады, И қосылады, У қосылады. Және фә, фи, фу. Ә, И, У мен оқисыз. Дәл сол сызықтар қалады жуан әріптерді, бірақ мынау сызықтардың дыбысы өзгереді. Мынау уже қә болмайды. Бұл қо болады. Қо. Көбінше осында қатты өзгеріс болады, қалғандарында қатты өзгеріс болмайды. Өйткені мынада қи, бәрібір де И білдіреді. Қи, ерде қу. Қу. Иә, мына екеуі қатты өзгеріске ұшырамайды, бірақ білдіреміз бәрібір жуан екен. Қи, қу. Мынау толығымен әйеді оға ауысып кетеді. Қо. Жуан әріптердің барлығында, жуан деп өзі жазылып тұрады. Сол жуан деген әріптердің барлығында бұл жерде емес оға айналады. Үстінде сызықша болса. Түсінікті. Бізде қоф деген әріп жуан. Формасы фәге ұқсайды. Бірақ сәл мынау төменірек келеді несі. Мына жері. Екі нүктемен. Үстінде домалақтың, бізде бір нүктесі, дәл домалақтың үстінде бір нүкте болса қандай? Фә болды. Енді домалақтың үстінде екі нүкте болса, онда қоф, қо деген әріп. Оқимыз. Қо, Қи, Қу. Мынау Қ дәл Б секілді. Қ. Мен айтылады бірақ. Мен емес. Мысалы. Мына жерде сукунмен тұр, көрдіңіз ба? Зұқ емес, зұққа. Секілді дыбыс шығарады. Сукунмен келген кезде деген дыбыспен соңында вибрация беріп шығарады. Зұққа. Келесі. Қин. Құл. Л жіңішке әрдайым. Құл. Қ. Құл. Қ жуан, бірақ Л жіңішке. Құл. К болып кетпесін, е? Құм. Фа. Бірінші әріп екі нүкте. Қиф.
Мынау қи қи мынау қандай әріп? ма болады ма? Иә, х. Қи. Қих. Соңынан шығара саламыз дейміз, де. Қи. Құл ну. Қол ну. Bir нүкте астында. Құл бу. Қының үстінде. Қол бу. Құп. Қоб. Қоб лу. Фах бұл ма? Қандай әріп мынау? Неме екен ғой? Фар бұл ма? Р емес, бірінші әріп. Бүгінгі өткен бірінші әріпіміз. У. Қосамыз. Фау. Фауқу. Құл. Жеке-жеке оқимыз. Қо. Лу. Лының үстінде. Ла. Құл. Ла. Анық дұрыстап оқыңыз. Қо. Ла. Му. Қо. Ма. Ру. Ка. Бірінші әріп. Ло екен ғой. Ла. Хо. Қо. Қо. Бу. Ку. Кум. Ку. Му. Ах. Бірінші әріп. И. Их болу ма? Иққа. 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 Та. Ра. Ба. Тараба. Я. Қо. Қо емес, сүкін. Яққо. Яққо ма? Мен. Яққо. Мен. Яққа. Яққа. Тари. Бу. Тари бу. Келесі. Ян. Бірінші әріп. И. Ын. Бірге. Ин. Қо. Ла. На. Бә екен ғой, бә. Я. Ян. О. Ли. Бу. Енді К әрпі мен Қ әрпінің салыстырмалы түрде екеуін көрсеткен. Оқимыз.
Хул. Хул. Тамақ қырылдатпаңыз. Құл. Хул. Құл. Қ. Хул. Мхм. Мынау фа. Фар ма? Дұрыс. Фар. Ла. Оламыз. Ка. Мынау. Фа. Фар. Мхм. Қо. Мхм. Ана ортасында не ол бөлініп тұр деген сөз ғой сонда? Мынау ма? Иә. Бұл сызықша ғой, екеуінің айырмашылығы. Фәр кә, фәр қо. Екі түрлі к, қо айырмашылығы. Оқылуындағы. Фа, ла. Фа, ла, ми молы ма? Қандай әріп мынау? Ки, фа, ла, ки. Мынау. Фа, ла, ки. Мынау. Зул. Әріп қандай? Зук. Мынау. Зук. Зұққа. Зуққа. Суконмен келсе, вибрация беріп оқылайды. Зұққа. Зуққа. Осымен осы әріптерді тоқтайық. Осыған дейін барлық әріптерді қайталап келіңіздер ме? Жақсы. Толығымен.